Ұстаз таудан сарқырай аққан тау өзені секілді. Айналасына қуат беріп, жолында кездескендерді суымен нәрлендіреді. Ұстаз жер деген әлемнің бетін көркейткен, шәкіртіне шуақ төккен күн ана. Ұстаз ақылдың тозбай тұғын асылы. Қыран түлегіне қайтпас қанат сыйлайды. Ұстаз шәкіртіне талмайтын талап сыйлайды демекші. Ұстаз қай кезде де мектептің жүрегі, қоғамның тірегі. Осынау үлкен ұғымдағы ұстаздық қасиетке барынша адалдық танытып, бар саналы ғұмырын осы салаға арнаған аяулы ұстаз Айтхожина Айгүл Кабдышиитовна. Ұстаз 85 жылға жуық тарихы бар. Павлодар өңіріндегі қасиетті Қара Шаңырақ Абай мектебінде 1993 жылдан бастап аянбай қызмет етіп келеді. Математика ғылым патшасы десек, сол патшалықтың қыры мен сырын жете меңгерген ұстаз бүгінде қаншама шәкіртті парасат биігіне көтеріп, жарқын болашаққа қанат қақтырды. 40 жыл еңбегінің ішінде алдынан өткен оқушылары ел басқарып, қазіргі таңда елімізде және алыс жақын шетелдерде табысты еңбек етіп жүр. Араларында ұстаздан шәкірт озар дегендей, ұстазының жолын қуып, мұғалім болғандары да қаншама. Осыдан 40 жыл бұрын мектепке алғаш келгенім әлі есімде. Алдыма алғаш келгенде мақсат қойып едім. Оқушылардың математикалық білім мен дағдыға үйрету болған еді. Сол мақсатыма жеткен сияқты. Талай оқушыларым математиканы терең меңгеріп, жақсы білім жоғары оқу орындарында оқып, білім алып, елімізге қызмет етіп отыр. Айгүл Кабдышиитовна 2003 жылдан бастап ұлттық тестілеу орталығында тест әзірлеуші және тест тапсырмаларының сараптамашысы ретінде жұмыс атқарды. Ұстаз Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігінің құрмет грамотасы мен жоғары марапатқа ие болды. Сондай-ақ облыстық білім беру басқармасының бірнеше алғыс хат, құрмет грамоталарымен де марапатталды. Білікті ұстаздың үнемі ізденіс үстінде жүретін тынымсыз еңбегінің арқасында шәкірттері де талай жетістіктерге жетті. Солардың бірі Жүсіпбаева Айсұлу 2017 жылы халықаралық жібек жолы олимпиадасында жеңіс тұғырынан көрінді. Айгүл Кабдышиитовна өзінің тамаша еңбексүйгіштігімен, мол адамгершілігінің арқасында ұстаздар ұжымының арасында үлкен беделге ие. Отбасының сүйікті отанасы 2 ұл тәрбиелеп өсірді. Павлодар өңіріне өз үлестерін қосып жатқан балаларының да жеткен жетістігі аналарының арқасында. Жанымда жүр жақсы адам дейді ғой. Ендеше Айгүл Кабдышиит қызының маңайына шашар шуағы нұрлы. Күн жерге ыстық сәулесін төксе, жердегі жеміс дәмді болып пісері анық. Айгүл мұғалімнің жас ұрпаққа берер білімі жемісті, шырынды бола беретіні анық.